Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз өте дәмді ауызда еритін тура мектептегідей сочниктер жасайтын боламыз. Ол үшін видео көріп отырғандарыңыздай жұмыртқа, ерітілген сары май, қаймақ, қант барлығын араластырып, сосын қосқышымыз бен ұнымызды бөлек ыдыста араластырып, осылай бірінші қолмен илеп тоңазытқыш салып қоямыз. Ал салмасына сүзбе қант, ванильді қант, сосын жұмыртқаның сарысы, ұн барлығын араластырып, осылай массамызды шығарып аламыз. Енді қамырымызды 10-12 бөлікке бөлеміз. Менде 12 бөлік. Осылай жайып, салмасын салып, жақсылап бекітіп шығамыз. Ашылып кетпеуі тиіс. Сосын жұмыртқаның сарысын салып 180 градусқа саламыз. Қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, қыздар. Сіздермен бірге болған мен, Рабия. Астарыңыз дәмді болсын.